уәде берді мына кісі. Бәрі жақсы болды. Қайсы жақсы болды ма? Екі ай өтті, жақсы болды ма? Әлім өлді. Әкімшілік сот шешімімен Шерзаттың әкесі Қаржаубай бұзақылық бабы бойынша 15 тәулікке қамалған. Адвокаттары шешімге шағым түсіретінін айтты. Еске салайық, Нұрғанат Ғайыпбаевты қара жерге тапсырғаннан кейін Қаржаубай Нұрымов пен оның туған туыстары құқық қорғау органдары қызметкерлерінен тағы да әділ тергеуді талап етіп, жолға шығып наразылықтарын жеткізген. Қаржаубайдың қарындасы Бақыт та 15 күнге жабылған. Оған митингке шақырды деген айып тағылған. Сондай-ақ ол ел азаматы болмауына байланысты Қазақстаннан депортацияланады. Жоғарда отырған алдында бір угроза келді, айттық. Екінші угроза келді, айттық. Неге охрана қойыңдар, айттық. Біреуін тыңдамадыңдар. Неге форма киіп жүрсіңдер? Шешіңдер формаларыңды. Одан бөлек Қаржаубайдың тағы бір қарындасы Салтанатқа 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынды. Жездесі Айғазыға байланысты сот бүгін таңертең өтеді. Мұндай шешім кеше Қаржаубайдың інісі Нұрғанат Ғайыповтың жерленуінен кейінгі оқиғаларға байланысты шыққан. Саламатсыздар ма? Біз жүріп жатыр, рахмет. Сіздерге қолдап жатқандарыңызға, қыздарға рахмет. Біз қонаевтамыз, шүкір Алла. Прокуратурада дополнительный допрос болып жатыр. Біздің ісімізді алға жүргізіп, жетектеп жатқандарыңыз. 4 қазанда 16 жастағы Шерзат Болат аяусыз өлтірілді. 12 қазанға қараған түні марқұмның отбасының үйі өртеніп кетті. 9 желтоқсанда Қаржаубайдың інісі Нұрғанат Ғайыпбаев қайтыс болды. Айта кетейік, қайғы үстіне қайғыға душар болған Нұрымов әулеті кезінде Қарақалпақстаннан Қазақстанға оралған қандастар.